редакциясында қонақтар: Медетбекова Меруерт Аскарбековна, оқу-ағарту министрлігі тәрбие және қосымша білім департаментінің директоры, филология ғылымдарының кандидаты. Және Анар Шымбулатовна Тәңірбергенова, педагогика ғылымдарының кандидаты, и Ибрай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы психология, тәрбие және тұлғалы дамыту орталығының директоры. Өте қуаныштымыз сіз бізге бүгін келіп отырғаныңызға. Енді осы әңгімені білім және тәрбие туралы менің жас әріптесім, біздің білімді елдің журналисті Әсем ханым өткізеді. Әсем, өзіңіз. Құрметті қонақтар, Анар ханым, Меруерт ханым, қош келдіңіздер. Біздің студиямызға өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Келе жатқан білім күні 1 қыркүйек құтты болсын бәрімізге. Және осы әлеуметтік желілердің барлығында осы оқу жылында 382 мыңға жуық оқушы 1 сыныпқа барады деген ақпарат шығып, барлығы құттықтап жатыр, қуанып жатыр. Сондықтан да бірінші Меруерт ханым, өзіңізден бастаса, департаментте осы оқу жылына қатысты қандай жаңалықтар болып жатыр, сонымен бөлісе отырсаңыз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қазақ елі, құрметті әріптестер және білімді ел редакциясы. Өте қуаныштымыз бізге осындай маңызды сәтте арнайы сұхбат жүргізуге шақырғандарыңыз үшін сіздерге алғысымызды айтқымыз келеді және шығармашылық табыс тілейміз. Енді сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсақ, жалпы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі жанынан биылғы жылы ең басты өзгешелік тәрбие және қосымша білім беру департаменті жаңа ғана ашылды. Осыған дейін, рахмет, осыған дейін ол басқарма ретінде болған. Қазіргі таңда біліммен бірге тәрбие қатар егіз ұғым ғой. Сондықтан да тәрбиені барынша қолға алып, жас ұрпақты, келешек ұрпаққа саналы тәрбие беру мақсатында арнайы оқу-ағарту министрлігінің жанынан үкіметтің өзінің тапсырмасымен, мемлекет басшысының тапсырмасымен осындай департамент ашылды. Әрине, бұл департаментке басшы ретінде келгеніне міне 10 шілде болса, бүгін небәрі 1,5 айдың жүзі болды. Дегенмен де осы аз ғана уақыттың ішінде үлкен сенім артылған жүкті, жауапкершілікті сезініп, қазіргі таңда елдің мүддесі, осы мемлекетіміздің мүддесі үшін барымызды салып, аянбай еңбек ету үшін осында келіп отырмыз. Жалпы осыған дейін де педагог 40 жылға жуық өзі еңбек өтіліміз бар. Осы салада ағарту саласына келе жатқанымызға әртүрлі бағыттарда жұмыс жасадық, жоғары оқу орнында жұмыс жасадық, мектептен бастадық, колледжде, одан берді жеке оқу орындарында, сонымен қатар өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының осындай мол тәжірибелерді әдістемелік орталықта жинақтағандықтан шығар, осындай үлкен жүктің ары қарай басын бастап, көшбасшылық рөлін беруді маған нәсіп еткен екен. Енді мен шынымды айтсам, ол мен үшін үлкен мүмкіндік және үлкен сенім. Сондықтан да кеше ғана мемлекеттік қызметші ретінде ант қабылдадым. Сол кезде шындығында терең жауапкершілік сезіне отырып, осы халыққа, елге адал, білікті маман ретінде барымызды салып жұмыс жасайтындығымызды айтып өттік. Енді бүгінгі таңда өзіңіз айтып отырғандай, Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі қазіргі кезде үлкен мерекелік көңіл күйді күтіп отырмыз. 1 қыркүйек бұл бүкіл еліміз үшін білім күні. Біздің кейбір бүлдіршіндеріміз алғаш рет мектепті балаларын аттайтын болса, басқа да барлық білім саласындағы біздің әріптестерімізге тағы да бір жаңа оқу жылының тұсауы кесілгелі тұр. Енді әрине бұл жайында ең бірінші басты жаңалық деп айтпақшы, бұл бізде қазір тәрбиеге, ұлттық құндылыққа негізделген тәрбие, біртұтас тәрбие бағдарламасы өзінің жүйелі түрде іске асырылуды мақсат етіп отыр. Мектептердің қабырғасында? Жоқ, бұл негізі жалпы білім беру ұйымдарының барлығында, яғни балалардың жас ерекшелігіне қарай балабақша, мектеп, колледж деп алып отырмыз. Әр мысалға мектепке дейінгі ұйымдардағы баланың жас ерекшелігіне қарай,
туғаннан бастап 3 жастан бастап қандай беру керек, білім беру керек, тәрбие беру керек, жалпы ата-ана тарапынан, педагог тарапынан қандай да бір ықпал ету керек тәрбиенің бағытында деген секілді мәселелердің барлығын жасап, күні кеше сол жоспардың жобасын біз сол мекемелерге жолдап отырмыз. Сонымен қатар бұл құндылыққа негізделген тәрбие, жалпы біртұтас тәрбие бағдарламасының ең басты ерекшелігі сол, бұл біздің сол жас ерекшелігіне қарай барлық білім беру ұйымдарын қамтуы біріншіден, екіншіден жалпы адамзаттық құндылыққа негіздей отырып саналы ұлт қалыптастыру, бұл басты мақсаты. Одан кейін екіншіден бүкіл осы тек қана білім саласы немесе оқу-ағарту министрлігі тарапынан ғана, яғни мектеп қана баланы тәрбиелеп қана қоймай, біздің алдымызға үлкен міндетті, жауапкершілікті барлық қоғам болып осы тәрбиемен айналысу керектігін қолға алынды. Оған өздеріңізге белгілі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2-ші ұлттық құрылтайда Түркістан қаласында өткен отырысында айтқан сөзін ескеретін болсақ, тәрбиеге айрықша мән беріп, барынша осы негізінен ұлттық мүддені алға қойып, жастардың патриоттық, елжандылық, жалпы адалдық, әділдік туралы өзіндік бір арын, ұятын, сондай бір намысын қалыптастыратындай бір керемет тұлғаны қалыптастыру бойынша нақты тапсырмалар берген болатын. Сол тапсырмаларды іске асыру мақсатында қазір жұмыстар өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Демек, тәрбие және қосымша білім департаменті ол балабақшадан колледжге дейінгі бүкіл білім алушылардың тәрбиесіне жауапты департамент деп айтсақ болады, иә? Әрине, жаңа өзіңіз айтып өткенде, бұл жерде тек қана бір мектеп қана болмаса, бір арнайы сынып жетекші немесе тәрбие орынбасарларына ғана жүктеліп қоймау керек. Бұл қоғам болып барлығымыздың атсалысуымыз керек деген кезде, қоғамның алдында бүкіл мемлекеттік құзырлы органдармен дәл қазіргі таңда 8 министрлікпен біз ортақ жол картасын жасадық. Онда әр мысалға құзырлы орган, мысалы денсаулық сақтау, тағы да басқа қорғаныс министрлігі деген секілді, төтенше жағдай, ішкі істер министрлігі, барлық министрліктер өздерінің тараптарынан тақырыптар ұсынды. Сол тақырыптарды мектептің жаңағыдай колледждің болсын ішкі дүниесіне енгізе отырып, ортақ жоспар түзілді. Келешекте осы бізде жақында ғана тағы бір жаңалығымыз, үлкен жаңалығымыз деп айтуға болады. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы ашылды министрліктің жанынан. Міне осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталығы өз тарапынан мемлекеттік құзырлы органдардың өкілдерін арнайы сертификаттап, білім беру ұйымдарына баратын әрбір өкілді педагогикалық, психологиялық тұрғыдан тағы да білім беріп, олардың біліктілігін артырып, қолына арнайы сертификат беріп, сонда ғана рұқсат етіледі. Жақсы, Меруерт ханым, бұған қатысты қазір тағы да менде сауалдар бар. Қазір Анар ханымға сауалды жолдасам деп отырмын. Сіз қызмет ететін психология, тәрбие және тұлғаны дамыту орталығы, ол білім беру жүйесіндегі психологияға көбірек маңыз беретінін білеміз. Демек, сіз нақтырақ айтып өтсеңіз, мұнда қай салаға көбірек басымдық беріледі? Яғни психология саласын тереңірек қарайтын болсақ, мұғалімдер бар, педагогтер бар, тәрбиешілер бар, психологтар бар. Соның қайсысына көбірек басымдық беріледі? Сол туралы айтып өтсеңіз. Тағы да қайырлы күн, құрметті менің әріптестерім және осы білімді ел редакциясының ұжымы осындай сұхбатқа шақырғандарыңызға алғысымды білдірем. Алдағы білім күні құтты болсын дегім келеді. Бәріңізге де құтты болсын. Бәріңізге де құтты болсын. Енді сіздің сауалыңызға көшетін болсам, жалпы психология, тәрбие және тұлғаны дамыту орталығы осы білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметте, одан кейін тәрбие жұмысына қолдау, әдістемелік қолдау көрсету бағытында қызметтер атқарады. Жалпы орталық және осы бағытта мектептерде, колледждерде қандай жұмыстар жүру керек, оның бағыт бағамы қандай болу керек деген дүниеге түрлі әдістемелік ұсынымдар әзірлеп, сол мәселелерге жауап беруге тырысады.
Демек сіздер берген ұсыныстар бойынша жұмыс жасайды, мектептер, әдістемелік ұсынымдар бойынша жұмыстар жасайды. Бұлар негізі кімдерге бағытталды? Жаңағы мен айтып өткен педагог, мұғалімдер, психологтар барлығына да бағытталды ма? Педагогтерге, негізінен педагогтерге, психологтарға бағытталады. Және кімді мысалға қызықтырады осы бағытта, педагогикалық бағытта білім алып жатқан студенттерге алуға, пайдалануға болады. Негізінен біздің жұмысымыз білім беру ұйымдарындағы педагогтерге, психологтарға бағытталады. Ол әдістемелер арнайы сайттарда, порталдардан алып қолданады ма? Иә, Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының сайтында әрбір жыл бойынша әзірленген әдістемелік ұсынымдар тұр. Сол әдістемелік ұсынымдамалардың ішінен өзін қызықтыратын тақырып көлемінде алуға болады. Яғни ол әдістемелік ұсынымдарда жалпы сол әдістемелік ұсыным арналған тақырыпқа сәйкес теориялық және халықаралық тәжірибелер жүйеленеді. Сонымен қатар оны тәжірибеде қалай жүзеге асыруға болады. Нақты ұсынымдар немесе алгоритмдер қалай іске асыру қажет, соның барысы сипатталатын. Ал бұл әдістемелік ұсынымдар міндетті түрде қолданылуы керек па, әлде сол педагогтардың, психологтардың қалаулары бойынша қолданылады ма? Сауалыңыз өте жақсы. Әдістемелік ұсыным деп аты айтып тұрғандай, яғни бұл ұсынымдық сипатқа ие. Әрбір педагог өзінің қызметінде жаңағы белгілі бір тақырып бойынша ізденеді, әрдайым оқушыға немесе ата-анаға осы жұмысты әрі қарай жетілдіре түсу үшін, жақсарта түсу үшін белгілі бір бағыттарда ізденіп жұмыс жасайды. Сол ізденіс жұмысында қолдау, әдістемелік тұрғыдан қолдау көрсету үшін беріледі. Ол әдістемелік ұсынымда берілген дүниелердің барлығын бұлжытпай орындау міндетті емес. Демек қалаулар бойынша. Әрине, себебі әрбір білім алушының жеке қажеттілігі бар, танымдық оның қызығушылығы бар, өңірдің ерекшелігі бар. Осы дүниелер ескеріле отырып, әдістемелік ұсынымда берілген ұсынымдамалар ескеріледі. Жақсы, рахмет. Жаңа Меруерт ханым сіз айтып өттіңіз, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары ашылып жатыр, ашылды деп министр де осындай мәлімдеме жасаған болатын. Демек ол өзі атап тұрғандай, ата-ана мен мектеп арасындағы байланысты күшейту мақсатында жүзеге асатыны анық. Жалпы енді бұл процесс қалай болады? Ол бұрын мысалға тәрбие сағаттары болатын еді мектептерде, ата-аналар жиналысы болады. Соған ұқсас па, әлде бұл басқаша жүйе ме? Иә, сұрағыңыз өте дұрыс қойып жатырсыз. Осыған дейін де негізі мектептерде үштік одақ деген болған. Ата-ана, мектеп, оқушы арасындағы байланысты күшейту мақсатында түрлі шаралар жоспары түзіліп, жақсы шаралар қолға алынған. Дегенмен де бұл жерде ең бастысы біз мына нәрсені білуіміз керек. Кез келген дүниеде тәрбие ол тал бесіктен дейді. Тәрбие тал бесіктен деген сөз ол тәрбиені бермейді екен, негізі тәрбиені көрсетеді. Тәрбиені көрсететін кім? Ол ата-ана. Егер ата-ананың өзі тәрбиелі, ата-ананың өзі көргенді болса, оның өсіріп отқан ол қызы, ұрпағы ол тәрбиелі болады. Қазақта әдемі сөз бар, көргенді көргенсіз деген. Ел болған десең, бесігін түзе деп атады. Мұхтар өзі айтқан. Енді көргенді деген сөзге тоқталатын болсақ, ойпырмай көргенді жерден шыққан екен, көргенді жермен құда болып отыр екен деген сияқты қазақта әдемі сөз бар. Неге? Себебі оның түпті қиянынан бастап, сонау ата-бабасынан келе жатқан өзінің бір тектілігі, өзінің бір әулеттің сол бір әдемі бір тәрбиесінің тұтқасын ұстап, осы кезеңге дейін алып келген екен. Сондай жерден ата көрген, оқ-жанар, ана көрген томпішер деп, сондай бір керемет тәлім тәрбиеден сусындаған бала екен деген секілді баға беріп жатады. Ал енді керісінше, өкінішке қарай қазіргі кезде көргенсіз деген осындай сөзді айтып атқан дүниелер көптеп кездесіп жатыр. Неге? Себебі көргенсіз деген сөзді айтқан кезде осыдан айтар едім. Қазір 40 жыл бұрын Аян Саналин деген жазушыны білесіздер, ақын, керемет қайраткер. Сол кісі бір мектепке келіп, сонау бір шалғайда мен өзім кішкентай ғана оқушымын. Сол жерге келіп айтқан сөзі әлі есімде. Ең бірінші айналайын балалар, тура осылай айтты. Айналайын балалар, ең бірінші сіздер көргенсіз деген қарғысты алмауға тырысыңыздар. Көргенсіз деген сөз
ол біздің қазақта ең үлкен қарыз. Себебі ол сіздің бірінші кезекте өмірге әкелген ата-анаңызға, бүкіл сіздің ата-бабаңызға, жалпы тегіңізге айтылған көргенсіз, сонда сізді ешкімде көрсетпей, тәрбие көрсетпей өсірген. Сіз сонымен қатар қоғамда ортадағы өзінің қасында жүрген қатар құрбыларыңды көргенсіз болып тұр. Сізге білім беріп отқан мына ұстаздарыңызды көргенсіз болып тұр. Сонда сіз бір өзіңіз көргенсіз деген сөз алсаңыз, сіз қанша адамның еңбегін бәрін еш кетіргеніңіз деп. Сол сөз әлі бір жүрегімнен кетпейді. Сонда қазір біз осы сөздің түп мағынасына терең бойлауымыз керек. Жалпы айтады ғой, терең бойлау болған кезде, мысалға, қазір енді жаһандану жағдайында әлеуметтік желілер деп атамыз, гаджет деп атамыз, балалардың барлығы телефонда отырады. Оларға еркін, ақпараттың барлығы, ешқандай да бір шектеу жоқ. Өзінің ойына, өзінің бір көңіліне жаққан ақпараттарды ол қалай алса да өз еркінде болып. Мен сондықтан да қазір тәрбиеде түрлі қиындықтар, түрлі мәселелер туындап отыр. Оны бұрын біз бұндай едік деп айтады ғой, біз үлкен кісілер. Сол секілді қазіргі жастардың психологиясы басқаша бір өзгерістерге ұшырап жатыр. Әрине ол жастарды кінәлауға болмайды. Бұл жерде кінәлі біз үлкендер. Үлкендер кінәліміз. Үлкендердің ішіне кім кіреді? Ең бірінші әкесі, анасы, қоршаған ортасы, ұстазы. Сондықтан да біз осы тәрбиені сол ата-анадан бастау үшін, ата-ананың санасын, құқықтық мәдениетін, ата-ананың қаншалықты білімін, оның жаңа көргенді деген сол бір керемет сөзге апаратындай оның білім, білік, дағдысын деп айтсақ та болады. Соны бір қалыптастыру үшін осындай бір мектеп қажет па деген дүние. Яғни осы ата-аналардың педагогикалық, психологиялық атынан да көрініп тұр. Педагог ретінде, оның психологиялық тұрғыдан ата-ананың әрқайсысына бір саналы түрде бір институт сияқты, бір сондай бір дүние қалыптастыру. Сол мақсатта жасалынған. Демек, мектептің ішіндегі мектеп сияқты, ата-аналар мектептің ішінде ата-аналардың, мысалы, тек қана сол сынып сағаттарында шақырған кезде ата-аналар түгел келмейді. Себебі тәрбие сағаттарында уақытым жоқ дейді, басқа дейді. Ал енді қазір сол ата-ана жауапкершілік сезіну керек. Ең бірінші кезекте ол бүгінгі күнмен ғана өмір сүрмеу керек. Оның алдында өзінің өсірген ұл қыздары ертеңгі күні жемісін өзіне жегізетін сондай бір дүние екендігін түсіну керек. Яғни осы өсірген ұл қыздары ертеңгі күні саналы болса, өзін құрметтейтіндей, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп атамыз. Сондай бір әдемі, бір иманды, ибалы, сондай бір адал, ала жіпті аттамайды дегендей қазақта айтады ғой. Ала жіпті аттамайтын, өтірік айтпайтын, бекерге мақтаншақ болмайтын, Абай айтқанда. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол дейді ғой. Міне осындай дүниелердің барлығын бойына сіңіріп өскен Абайдың толық адам ілімі бар. Сол толық адам іліміне айналып келгенде осы біртұтас тәрбие бағдарламасының негізгі түйіні, идеясы сол мәселеге бұру. Яғни кез келген ұлт, мейлі ол қазақ болсын, мейлі ол орыс болсын, мейлі өзбек болсын, кез келген ұлттың өзіндік ішкі құндылығы болады. Бірақ адам болғаннан кейін, ол ең бірінші адам болып дүниеге келгеннен кейін, ол адам болып дүниеден қайту керек. Сол өзіне келгенде қазіргі кездегі біздің басты кемшілігіміз болып жатқан нәрсе, сол ата-анада, балада қазір материалдық құндылықты жоғары қойып жатыр. Яғни сыртқы киіміне, болмаса қолындағы телефонына, болмаса тағы да бір сыртқы көлігіне, болмаса үйіне қарап адамдарға баға беру. Бұл біздің, былайша айтқанда, қасірет деп алсақ болады. Бұл біздің рухымызды өлтіріп жатқан дүние. Яғни біздің ішкі жан дүниеміздегі сонау айтады ғой, мысалға біздің қазақ еліндегі ата-бабаларымыздың сонау не деген ашаршылықта болсын, не деген жоқшылықта, басқа жақта болмасын, олардың рухы өлмеген. Рухы өлмеген елді ешқашан ешкім оны бағындыра алмайды. Сондықтан да біз сол рухты жоғалтып алмауымыз керек. Міне біздегі тәрбие департаментін құрған кездегіде басты мақсат осындай бір әдемі дүниені қайта жаңғырта отырып, ұрпаққа бір саналы түрде тәрбие көрсету. Демек, Меруерт ханым, жаңағы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығында ол қалай жүзеге асады? Мысалға, ата-аналар апта сайын осындай мерзімде келу керек, солармен педагогтар жұмыс істейді, солай болады ма, әлде жалпы жұмыс процесі қалай жүзеге асады? Жұмыс процесінде енді қазіргі таңда оқу әдістемелік кешендерін жасақтап жатыр, арнайы курс бағдарламаларын түзіп жатыр. Сол ата-аналарды арнайы курстарды өткізу мәселесіне қарастырып жатыр. Бұл дегенің әсіресе жас отбасыларға қажет. Жас отбасыларға қажет дүние.
мынау ең бір адамның адам болып қалуының, адамзат баласының ең бір шынар биігі бұл көркем мінез. Көркем мінезді қалыптастыру үшін біз осындай қоғам болып атсалысуымыз керек. Енді кәдімгідей Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сөзінде айтады ғой, 10 жерден инновациялық бір керемет дүние жаса, жоба жаса, бәрі бір айналып келгенде, егер әрқайсымыз өзімізден бастамасақ, өзіміз болып күреспесек, ол біздің ісіміздің бәрі далаға кетеді. Сондықтан да сол ата-аналарға сездіре білу керек. Ата-ана мәдениеті деп атамыз ғой, өзін өзі тәрбиелемеген. Демек, ата-аналар ата-ана болып қайтадан үйрену керек дейсіз ғой. Ана мысалға өзінің жауапкершілігі. Мысалға телефонда отырып, енді айтады ғой, баласын емізіп отырса, телефонға қарап отырса, бүкіл мейірімі, оның сана сезімі телефонда жүктеліп отырса, бала жай ғана әшейін кәдімгі механикалық қозғалысқа түсіп жатыр да. Ал егер де бұрындары, енді білесіздер ғой, Абайдың қалай жаңағыдай дәрет алмай біздің аналарымыз емізген. Сонда бар мейірімін баласына төгіп отырып жасаған кезде, ол ана мен бала арасындағы бір тылсым күш, өзінде бір психологиялық құбылыс. Одан сайын берік, бұл мейірім ғой. Біздің қазір сол мейірімді біз қайта қалпына келтіруіміз керек. Енді бұл деген үлкен дүние, бір ұстап алатын дүние емес, бірақ біз тек қана бір нәрсе айтқым келеді. Жалпы қазақ халқында, енді мен қазақ болғаннан кейін Қазақстанда отырып қазақ деп айтып отырмын, дегенмен әр ұлттың өзіндік бір ерекшелігі, әр ұлттың өзіндік бір ерлігі болады. Енді өзіндік бір ұлттық коды деп айтады, ұлттық бір ерекшелігі болады. Біздің қазақ елінің ерекшелігі сол ғой. Шешендік өнер, шешендік сөзбен, мылтықсыз, қарусыз, жесірін жылатып, жетімін қаңғыртпаған тамаша көшбасшылық сол біздің сол ата-бабамыздан қалған. Қарапайым ғана айтатын болсақ, мысалы, 3 биіміздің өзі не тұрады. Сондай бір кереметтей бүкіл елді өзіне ақылымен, сондай бір сөздің бір қасиетін ұғынатын бір өзіміздің ұлтымыздың сондай бір деңгейін қазір қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Оны мынау енді сөзіңізді тағы да көп сөйлеп кетсем ренжімеңіз, жалпы қазір мысалы бізде дебат белең алып жатыр, жақсы. Жастар өте қызығады. Көшбасшылыққа дейміз, пікірталас, өз ойын айту деген секілді. Сол дебатты қазір мазмұнын қайта жаңғыртып жатырмыз. Жақында ғана Ғани Бектайұлы осымен тапсырма берді. Осы дебатты мазмұнында шешендікке бұру. Мақал мәтелдерді, нақыл сөздердің мазмұнын бала түсіне отырып, өзінің қарсыласын сондай бір шешендік өнермен, шешендік сөзбен ұтымды пайдалануды қолға алсақ деп. Бұл өте тамаша, егер де жоба болар еді, егер де мықты қолға алатын болсақ, сонда әр баланың ішкі дарынын, қабілетін, сол шешендік өнер өзіміздің ата-бабамыздың шешендік сөз арқылы тәрбиелеу, ол да бір керемет дүние. Сөзге тоқтаған халықпыз ғой, сөзге тоқтауды үйренуіміз керек. Өте тамаша, Меруерт ханым. Меруерт ханым атап өткендей, жаңағы ата-аналар болсын, бала тәрбиесі болсын, барлығында түбінде бір психология жатады. Енді бізде қазақта оны психология деп айтпау мүмкін, адамның ішкі жан дүниесі, толқынысы деп айту мүмкін. Енді сіздің жұмыс істейтін орталық тікелей сонымен байланысты, адамдардың жан күйін зерттеумен, және орталықта осы психология саласының қызметкерінің біліктілігін арттырумен де айналысады екен. Демек, онда қалай ол жүзеге асады? Мысалға, сол психологиялық саласындағы мамандарға арнайы курстар өткізіле ме, академия атынан сол біліктілік арттыру процесі қалай жүргізіледі? Мен сөзімді қосып жүрсем болады ма? Бағана айтып өткен біртұтас тәрбие бағдарламасы деп отырмыз ғой. Соны сіздер қазір таныстырайық. Біртұтас тәрбие бағдарламасының түпкі бүкіл миссиясын, түпкі мәйегі дейміз ғой қазақша айтқанда. Мәйегінің барлығы ұлттық білім академиясынан бастау алған. Біздің оқу-ағарту министрлігі тарапынан екі жақпен бірлесіп қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр ғой. Енді сол біртұтас тәрбие бағдарламасының түпкі мәйегін өздерінің ұлттық білім академиясының авторлары, оның ішінде Анаршын Болатқызы бірден бір автор. Сондықтан да сол жағынан да келсе, тамаша. Осы қазір тақырыбымыз ашылады, одан да ашылады деген сияқты. Анарханым сол туралы айтып өтсеңіз? Жалпы мына біртұтас тәрбие бағдарламасының өзі қайдан шықты деген кезде, ең алдымен ұлттық тәрбие, ұлт болашағы деген тәрбиенің концептуалдық тұжырымдамалық негіздері әзірленді. Яғни тәрбие, қазақта жаңа Меруерт Асқарбекқызы айтып кетті ғой,
жалпы ананың құрсағынан бастау алып, ол өмір бойы жалғасады. Яғни Жүсіпбек Аймауытов айтады ғой, тәрбие деген белгілі бір кезеңде тоқтамайды. Ол балалық, жеткіншектік, бәрі жаңа кәрілік шаққа дейін жалғаса береді. Сол тал бесікке, жер бесікке дейін жалғасатын дүние. Сондықтан бұл тәрбие үздіксіз болу керек деп, яғни бала туғаннан бастап 6 жасқа дейінгі баланың тәрбиесі қандай болу керек, бастауышта оқып жүрген баланың тәрбиесі, оның мазмұндық сипаты қандай болу керек, әрі қарай жоғары сыныптарда қандай болу керек, және студенттік шақта ол қалай жалғасын табуы керек деп біз осы бағытта қарастырдық. Жалпы қазақ тәрбиесінің, ұлттық тәрбиенің өзінде қазақта бір феномен бар, ол обал болады, жаман болады, ұят болады. Яғни бұл қазақ тәрбиесінің феномені аксиома секілді ешқандай түсіндіруге жатпайды, бірақ та біз соны ұстанамыз. Осы дүниелерді ескере келіп, жалпы қазақ айтады ғой, ұят ар ұят деп. Жалпы біз ұрысқан кезде де ұят емес па, ұялмайсың ба деп айтып жатамыз. Ұятсыз деп ұрысып жатамыз. Ол кейінгі уақыттары психологиялық тұрғыда шейминг ретінде пайдаланылып келе жатқан ұғымдардың бірі. Яғни адамның дамуын шектейтін ұғым ретінде де қарастыратын тұстары бар. Бар. Біз тәрбие деген кезде ең алдымен осыны ұғынып алуымыз керек. Тәрбие деген кезде ересек адамдар нені көреді? Тәрбие деп, яғни менің айтқанымнан шықпай, менің айтқанымды бұлжытпай орындайтын баланы тәрбиелі деп айтып жатамыз. Бірақ ол олай болмау керек. Себебі заман өзгеріп жатыр ғой. Осы заманда технология қарыштап дамып жатыр да, технология бізден гөрі ілгері жүріп кетіп жатыр дамуымыздан. Сондықтан да біз заман ағымынан қалыспай, өзіндік бойында адами құнды қасиеттері бар, бірақ та осы өмірге лайық түйінді құзыреттерді де меңгерген тұлға. Яғни тәрбие тұжырымдамасының, жалпы біртұтас тәрбие бағдарламасының ерекшелігі де осында. Біз ұлттық қайнар бұлағымызды қайтара отырып, баланың бойындағы салауаттылық, түйінді құзыреттіліктер, яғни сыни ойлай алуы, жеке командамен жұмыс істей алуы, өзін осы отбасының бірінші кезекте, екінші сыныптың, үшінші жалпы мектептің бір мүшесі ретінде сезіне отырып, болашақта осы отанның бір мүшесі екенін сезіндіру. Яғни баланың бойында құрмет рухын қалыптастыру, осы бағытта жұмыс істеу. Екіншісі, қазақ айтады ғой, айтылған сөз атылған оқ деп. Яғни балаға әрбір сөзіне, ісіне жауапкершілікпен қарай отырып, ісіне адал болу, сөзіне берік болу, әрбір ісін тиянақты орындауға біз баланы баулаймыз. Осы бағыттағы жұмыстар қарастырылады. Келесі кезекте жалпы мектептегі тәрбие болсын, қоғамда айтып жүрген дүниелер отбасы құндылықтарымен сабақтасады. Яғни отбасының татулық берекесін бағалайтын, оны қадірлейтін, отбасы алдындағы перзенттік парызын түсінетін, яғни перзенттік парызын түсінген бала отан алдындағы борышын да сезіне алады. Осы дүниелерге мән бере отырып, біз негізгі 3 құндылықты шығардық. Яғни ең еліміз үшін маңызды бұл ұлттық мүдде құндылығы. Себебі біз ел болып, үйісіп, тұтас мемлекет ретінде тәуелсіздігімізді әрі қарай нығайтуға атсалысатын азаматтарды осы уақытқа дейін бір жаттанды жауыр болып кеткен сөздермен емес, ұлттық мүдде ретінде кез келген осы мемлекетте тұрып жатқан кез келген адам өзінің елінің мүддесін жоғары қоя алуды біз мақсат еттік. Екінші, бұл адами келбетті сақтайтын, абай ұяттың өзін екіге бөліп қарайды ғой. Біреуі кісілік келбетті сақтауға көмектесіп тұратын қасиеттер болса, екінші адамды шектеп тұратын деп. Біз ол шектеу жағын емес, кісілік келбетті ар ұятты сақтап тұратын жағын қарастырдық. Яғни ар ұят құндылығы, оның ішіне адамгершілік дейміз, адалдық, әділдік, бірлік, татулық, яғни осының барлығы кіріп кетеді. Қамқорлық, жанашырлық деген бүкіл дүние. Сонымен қатар талап құндылығын қойып отырмыз. Талап, Шәкәрім Құдайбердіұлы айтады ғой, талапқа 6 түрлі ноқта тақтық дейді. Яғни оның ішіне сабырлық,
тағы да басқа қасиеттерді береді. Яғни талап деп отырғанымыз не? Балаға талап қою емес, баланың білім алуға талаптануы, тұлға ретінде қалыптасуға талаптануы, жалпы осы қоғамда өзі өмір сүріп жатқан ортада өзінің орнын дұрыс тауып кірпіш болып қаланы алуға қажетті қасиеттер. Яғни біз баланың бойында жалпы адамзаттық ұлттық құндылықтарды дарыта отырып, оның бойында осы өмірге қажетті, қазір айтады құзыреттіліктер дейді, дағдылар дейді, 21-ші ғасыр дағдылары, soft skills, hard skills деп айтылып жүр әртүрлі атаулармен. Міне осы дағдыларды меңгертуді көздейміз. Және бұл үшеуі жаңағы қазір тәрбиеде айтылып жүрген көп сындардың бірі, жалпы сынып сағаттары формальды өтеді, мерекелік іс-шара ғана түрінде өтеді деп. Олардың барлығы қажет. Сонымен қатар балалар өзін осы тәрбие ортасында, осы ортаның бір мүшесі ретінде сезіну үшін түрлі әлеуметтік жобалар, әлеуметтік тәжірибелер. Мысалға, осы жоба аясында іске асырылады еңбегі адал жас өрен, жеткіншектің жеті жарғысы, сонымен қатар ұрпаққа аманат деген секілді жобалар бар. Яғни бұл жобалардың барлығы сол мектепте білім беру ұйымында іске асырылады. Бағдарлама аясында іске асырылады. Бұл да бағана сіз айтып өткендей әдістемелік ұсыныс ретінде қолданылады ма? Әдістемелік ұсыным біз қазір әзірлеп жатырмыз. Бұл жобалар қалай іске асырылу керек, жобалардың аясында қандай міндеттер көзделеді, қандай нәтижеге жетуіміз керек, индикаторлар бар, ол қалай өлшенеді, қалай мониторинг жасалынады. Яғни оның барлығы әзірленіп жатыр. Демек, бұның барлығы кәдімгі мектептегі білім беру процесінен бөлек тәрбие ішінде үлкен маңыз берілейін деп тұр ғой. Біз не бұрындар мысалға тек балалардың оқу көрсеткіштері көбірек көрінетін болса, білім сапасы деп кетті. Тәрбие содан кейін сияқты болды. Жалпы білім деген ұғымның өзі оқыту, тәрбие және дамыту, осы үш негізден құралады ғой. Сондықтан да тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп те айтылады, дұрыс. Яғни оқыту мен тәрбиені бір тұтастандыру мақсатында жасалып жатыр. Пәннің кіріктіріп жатыр, мысалы қазіргі таңда ерекшелігі сол, ұлттық білім академиясы тарапынан әдістемелік ұсынымның ішінде тұр. Әр пән мұғалімі, мынау сынып жетекшісі жауап берсін демейді қазір. Биылғы ерекшелігін тағы атап кету керек. Мысалы химия болсын, физика болсын, барлығында сол пәннің ішінде тәрбиені қарастырады. Оны қалай қарастырады? Мысалға, Қаныш Сәтбаевтың туған күні болатын болса, енді даталы күндерге кеп тұрады ғой. Сол күні физикадан Қаныш Сәтбаевтың қандай ғалым болғандығы, химиядан қандай кереметтей элементтерді алды, қандай жаңағыдай өзіндік бір үлесі болды қазақ ғылымына деген секілді бір 2 минуттық сондай бір сквозные темалар, жаңағыдай бәріне бірдей ұлттық жаңағы тәрбиенің бар ғой біздегі іс-шара жоспарында ұсынылымда тұр. Сол тақырыптарды біз жоба ретінде ұсынып отырмыз, ұсыну ретінде. Енді мұғалім әрқайсысы өзінің шеберлігіне қарай оны дамытады, одан өзіндік жоспарларын жасайды. Сөйтеді де сол мектептің ішкі ережесімен бекітіп алады. Яғни мектепшілік бақылауға кіргізеді, енгізіп, сөйтіп сол жерде әр пән, мысалға 12 сәуір ғылым күні деп алатын болса, сол күні ол барлық сыныпта насихатталады. Сонда бір ғана сынып жетекшісі бір сағат, тәрбие сағат өткізіп қоймайды, сол күні барлығы сыныптарда сондай бір керемет тақырып қозғалады. Бұл өте тамаша, әйтпесе бұрындары сынып жетекшілерге өте ауыр жауапкершілік жүктелді де, ол сол жауапкершілікті көтере алмай жүреді. Тек қана сынып жетекші, тіпті енді сізге айтып өтейін, мысалы өзіміздің бір көзімен көрген бір оқиғаны айтып берді. Кетіп бара жатады екенде, мына бір 2 сыныптың баласы төбелесіп жатса, 5-ші Г сыныбының баласы болса, мынау Жанардың несі ғой, баласы ғой, сөйлесіп жатқан дегенде, мұғалім ана балаға қой демей өтіп кетеді екен. Міне осындай күйге дейін жеттік. Ол дегенде енді айналып келгенде әркім өз жауапкершілігі. Бұл жерде тек қана мұғалім емес, бағана айтып отқандай мемлекеттік құзырлы органдардан тартамыз деп отырмыз ғой. Олардың тарапынан
неше түрлі жоспарлар әкеліп жатқан. Мысалы төтенше жағдай әкеледі, бір жоспар құрып қойды, ішкі саясат бір жоспар құрып қойды, денсаулық бір жоспар қойды. Осы жоспарлардың бәрін қазір бір тұтас тәрбие бағдарламасы, яғни кешенді жоспарға біріктіріп тұрмыз. Сол жоспардың ішінде мүмкін бір күнгі тәрбие сағатымызда денсаулық министрлігі немесе денсаулық саласына келген өкілдер өздері сол денсаулықтың тақырыбына байланысты оны да бір анайы бір тақырыпты қозғамау керек. Баланың жас ерекшелігіне, оның қабылдауына, өзінде бір мәдениетті түрде баланы тезге салу дейді ғой, қазақша айтқанда. Тәрбиеге бір баулудың бір элементтерін кереметтей ұсыну керек. Міне осы тұрғыдан бағана айтып отқандай ата-аналардың педагогикалық қолдау орталығы осы бойынша да жұмыстар жасап отыр ғой. Яғни мемлекеттік құзырлы органдардың өкілдерін қайтадан педагогикалық және психологиялық тұрғыдан қайта біліктіліктен өткізудің өзі де сол оқушылармен, білім алушылармен жұмыс жасаудың ерекшеліктерін түсіндіру, психологиясын түсіндіру, сол бойынша жұмыс жасалып жатыр. Және жақында ғана министрдің өзі айтып өтті, мектептердің 90% сол ішкі істер қызметімен байланыста болады және жабдықталады деп. Яғни лицензиялы полиция қызметкерлері қарайды, күзетшілер қарайды және дабыл тетіктер орнатылады мектептерде деп. Бұл енді қаншалықты болған әсер ету мүмкін балалардың қауіпсіздігіне? Жалпы сіз айтып өттіңіз, енді бүкіл министрлік бірігіп отырып бұл іске кірісіп жатырмыз. Дұрыс айттыңыз. Жалпы оқу ағарту министрлігінің өзінің ең бастысы біздің мектепте бола берейікші. Мектептің басты мақсаты бұл сапалы білім беру, саналы тәрбие көрсету. Осы тұрғыдан алған кезде әр баланың қауіпсіз, жайлы ортада білім алуын қамтамасыз ету. Міне осы сондықтан да жаңа сіз айтып отқандай арнайы күзеттің барлығын сол ішкі істер органдарымен бірлесіп цифрландырып автоматтандырылған жүйеге енгізіліп жатыр. Сонда бейне бақылаулар қазір 100% мысалы барлық жерде тұр. Неғұрлым бақылауды күшейткеннен кейін енді әрине түрлі келеңсіз оқиғаларға жол бермейді деген үміттеміз. Ол тек қана ол ішкі істер министрлік тарапынан ғана емес, жалпы төтенше жағдайымыз да бар. Одан бөлек айтып отырмыз жаңағыдай ақпараттық даму министрлігі бар. Сондағы түрлі ақпараттардың, мысалы кибербуллинг дейді. Жалпы осы ақпараттардың балаға денсаулығына, психологиясына қандай әсері бар деген сияқты олар да өз мамандары келіп түсіндіргені басқаша әсер етеді. Жалпы айтады ғой, торғайды шымшық сойса да қасапшы сойсын деген қазақта әдемі мақал бар ғой. Сондай бір нәрсе енді әр министрліктің өкілі өзінің тарапынан, өзінің бағытын баланың ойлауымен, баланың дүниесіне лайықтап ұсынып көрсету арқылы тәрбиелеу мақсат. Демек, жаңағы білім беру, тәрбие беру ісін оқу ағарту министрлігіне ғана ысырып қана қоймай, бүкіл министрлік өкілдері өз әлеуетінше атсалысып, осы сонда ел болып түзелеміз. Әйтпесе мынау сенікі, мынау менікі дейтін болсақ, біз айтады ғой, бөлінгенді бөрі жейді деп. Бөріге жем боламыз, егер тура сондай болатын болса. Осы мәселе төңірегінде Анар ханым сізге сауал қойсам деп отырмын. Сіздің орталықта жалпы психология саласы мамандарының біліктілігін арттырудан бөлек білім алушылардың тұлғалық, интеллектуалдық өзін өзі дамыту, кәсіби бағытын анықтауға қатысты көмек береді екенсіздер. Сол бағытты да қамтиды. Біз тікелей оқушылармен жұмыс істемейміз. Біз мамандармен, яғни педагог психологтармен немесе педагогтермен. Алдында ғана айтып кеттім, осы кісілерге, яғни мамандарға біз әдістемелік ұсынымдар әзірлейміз. Сол ұсынымдардың шеңберінде ол іске асырылады. Жаңа Меруерт ханым атап өтті, балалардың қауіпсіздігін сақтау деген сияқты. Енді психология саласы дейтін болсақ, міндетті түрде тек жақсы жағынан бөлек жаңағы балалардың зорлық-зомбылыққа тап болуы, суицидтің алдын алу деген сияқты мәселелер бар. Осы жағына жаңағы әдістемелік тәсілдер қалай көмектесе алады? Жалпы енді суицид деген ол мектепке байланысты дүние емес, ол адамның жеке психологиясына байланысты. И әрбір жағдай, ол әртүрлі факторлар бар да. Сондықтан да оны жалпылама айтуға келмейді. Әрбір жағдаймен бағыттап сөйлеуіміз керек. Бірақ та жалпы жаңа айтып жатқан зорлық-зомбылық дейміз. Жалпы балалардың арасында қатыгездік, әлімжеттік көрсету, ол дүниелердің барлығы бүгінге дейін де болған нәрселер.
ол сіздің кезіңізде де болды, ол менің кезімде де болды, менен үлкен адамдарда да болды. Бірақ та қазіргі таңдағы бір ерекшелік, бір балалардың арасында ерекше қатыгездік бар, байқалады. Оған жаңағы көбінесе психолог мамандар айтып жатыр, білесіз, түрлі интернет ойындарының ықпалы, жалпы әлеуметтік желілер ықпалы деп айтады, фильмдерді айтады. Фильмдер, неше түрлі жанрдағы, Америка жанрындағы фильмдер, мысалы қатыгездікпен өлтіру, содан кейін GTA дейміз, тағы ойындар бар ғой, неше түрлі жаңағы қатыгездікті көрсетіп, бала соның енді ойында бала оны сезе алмайды ғой. Ол басқа адамға жасалып жатқан кезде оны сезбеуі мүмкін бала. Сондықтан да балалардың қазіргі таңда осы қатыгездікті насихаттайтын көптеген интернет сайттар, ойындар, тағы басқаларды шектеу үкімет тарапынан жасалынып жатыр. Бірақ та мәселе оны шектегенде емес қой. Себебі біз біреуін шектеп қойсақ, екінші шығады, үшінші шығады. Осыған дейін мысалға синий кит деді, былтыр ЧВК Рёдан дейді. Яғни әр кезең сайын бір сондай бір ол жаңағы келе береді, бір өсіп келе жатқан бір бәйшешек сияқты, немесе қызғалдақ сияқты жоқ болып кетеді да, қайттан лап ете қалады. И біздің бір жаңа осалдығымыз шығар, мүмкін сол лап еткен кезде назар аударамыз. Оның барлығы қайдан шығып жатыр? Ең бірінші қатыгездікке төтеп беретін дүние бұл мейірімділік. Демек біз өзіміз мүмкін балаға ұстаздар тарапынан, психолог тарапынан бейжай қарамау керек шығармыз. Мысалға қазіргі қарасақ, балалардың арасындағы түрлі проблемалары, вейпка дейміз, тағы наркомания, ішімдік, қатыгездік, яғни көп деп айта беруге болады проблемаларды. Бірақ олардың барлығының проблемасына не әсер етті дегенде экономикалық, әлеуметтік, педагогикалық факторларды бөлуге болады. Енді біз әлеуметтік, экономикалық факторлармен педагогикалық орта күресе алмаймыз. Біздің күресе алатынымыз педагогикалық факторлар. Яғни ол педагогикалық фактордың өзі неден туындап отыр десек, ең бірінші оған ықпал етіп отырған бейжайлық. Ата-ана тарапынан бейжайлық, біздің ұстаздарымыз тарапынан бейжайлық. Яғни сіздің алдыңызда отырған бала бүгін көңіл күйі бар ма, жоқ па деген дүниеден басталады ғой, оның барлығы. Енді мүлдем педагогтер іске асыра алмайды, қарамайды деген сөз емес ол. Бірақ та қазір өзі уақыт тығыз адамдарда сондай бір ата-ананың өзі жұмыспен бала тәрбиесі немесе жұмыспен отбасы арасындағы бір балансты сақтай алмай, сондай бір уақытта біз өмір сүріп жатырмыз. Мүмкін оны түсінуге ата-анаға да уақыт керек шығар. Мүмкін педагогке де осы дүниені түсінуге уақыт керек шығар. Себебі педагог кейде жаңа біреудің баласын қарап жүріп, мектептегі оқушыны қарап жүріп, өзінің отбасына қарай алмай қалып жатқанда жағдайлар бар ғой. Сондықтан да жалпы кез келген адам балаға қатысты болған кезде бейжай қарамау керек, мейірімділік таныту керек. Ең бір жаңағы кез келген адамның ескеретін дүниесі, баланың бойында шексіз мүмкіндіктер бар. Осы шексіз мүмкіндіктерге жаңағы оның ашылуына және шынайы өмірде жүзеге асуына қолдау көрсету керек. Екінші дүние, баланың жан дүниесі ол таза келеді. Бала не істесе де оны жамандық үшін істемейді, бір жақсы көріну үшін, жақсылық жасау үшін істейді. Даже бір-бірін ұрып атқан кезде, әлеуметтік желіге салған кезде, ол бала оны бір масқаралайын деген оймен салмайды ғой. Ол сол баяғы бір лүпіл жинау үшін салады. Көрдіңіз ба? Сол бір қатыгездікті салып тұрғанның өзінде баланың арғы жағында жаңағы лүпіл жинап алу. Оған біз өзіміз кінәліміз ғой. Біз отырамыз да бір сурет салсақ, мұнша лайық болыпты, мындай болыпты деп отырамыз. Яғни жаңағы зорлық-зомбылықтың алдын алу мейірімділікпен байланысты. Демек мәселенің салдарымен емес, себебімен күресу керек әрине. Ол салдары әртүрлі жағдайда әртүрлі салдарлары бар да, себептері бар оның. Бірақ та негізгі түпкі себеп жаңағы бейжайлық, педагогикалық тұрғыдан оған қамқорлық танытумен сабақтасады.
Меруерт ханым, Анар ханым, мен сіздерді тыңдап отырмын, и менің ойымша, сіз екеуіңізде де балаларға шексіз махаббат бар екен. Рахмет. Әсем, мен ойымша сен өте маңызды жақсы сұрақтар қойдың біздің қонақтарымызға. Өкінішке қарай уақыт өтіп бара жатыр. Меруерт ханым, мен сізді тағы бір рет құттықтаймын. Менің ойымша осындай департамент ашқанына өте керек нәрсе болды. Вот, ойлаймын, сіздің департаментіңіздің жұмысын біздің білімді ел газетте жиі көрсетіп тұрамыз. Сол үшін сізге рахмет, бүгін келгеніңізге. Анар ханым, сізге рахмет. Әсемочка, сұхбатымызды жалғастырайық. Ендеше қонақтарымызға рахметімізді айтамыз. Білім мен тәрбиені қатар алып жүріп, осындай бір өнегелі ұрпақ тәрбиелейтін педагогтарымыз да көп болсын, және сондай педагогтарымызды қолдайтын, жан дүниесін түсінетін ата-аналарымыз да көп болсын дейміз. Және сол екі тарап ішінде еңбек сіңіріп жүрген күн түнімен сіздер сияқты педагогтарымыз да аман болсын дейміз. Келіп уақыттарыңызды бөліп сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Тағы да білім мерекесі құтты болсын. Тек білім саласында жақсы жаңалықтар болсын дейміз. Рахмет. Рахмет. Рахмет.